Баршаңызға сәлем. Сіздермен бүгін өте оңай әрі тез дайындалатын кураби печеньясының жаңа рецептісімен бөліскім келіп отыр. Осындай көрнекті әрі дәмді және де песочный болып шығады. Менімен бірге жасаңыздар. Біздерге ол үшін ұн, жұмыртқа, сұйық май, сары май, кукурузный крахмал, сахарная пудра және разрыхитель қажет болады. Ең алдымен ыдысымызға бөлме температурасында тұрған сары майымызды саламыз. Үстіне сахарная пудраны себеміз. Кукурузный крахмалды, разрыхительді себеміз. Сұйық майымызды құямыз. Және бір жұмыртқамызды саламыз. Енді осыны жақсылап тұрып, түйіршіктері қалмайтындай араластырып аламыз. Осындай сұйық масса болып шығады. Енді үстіне ұнымызды 2-ге, я болмаса 3-ге бөліп, салып араластырамыз. Әркім әртүрлі ұн қолданады, сол үшін 2-ге, 3-ге бөлген дұрыс болады. Мен грамм ұнын қолданам, сол үшін маған 400 грамм ұнның барлығы қажет болды. Мінекей осылай жақсылап тұрып араластырамыз. Қамырымыз осындай жұмсақ болып шығуы қажет. Кондитерский мешокқа насадкамызды салып аламыз. Мен 2 кондитерский мешок қолдандым. Қазір печеньяны орналастырып жатқан кезде мешогымыз жыртылып кетуі мүмкін. Қамырымызды 2-ге бөліп салсақ та болады, болмаса бәрін салып алсақ та болады. Мен барлығын салып алдым, бірақ та сіздерге 2-ге бөлуге кеңес берем. Я болмаса мешоктарыңыз үлкен болса, сразу салып алсаңыздар болады. Противеньге тефлоновый коврикті жайғастырып, осылай печеньямызды сығып шығамыз. Егерде осы печеньяның үстіне повидло салғыларыңыз келсе, ортасын бітті тесіп қоямыз. Осылай бәрін орналастырып шығамыз. Мінекей осындай болып шығады. Екінші печеньяның түрін көрсетейін. Осылайнан ұзыннан сығамыз ол печеньямызды. Жоғарға көтеріп, әдемілеп қайрамыз. Осылайнан сығып келе жатып, жоғарға көтеріп жібереміз. Осылайнан барлық печеньянымызды орналастырып шығамыз. Мінекей қызып тұрған 180 градус пеште
15-20 минутта пісіріп аламыз. Міне біздің печеньеларымыз пісті. Бұларды суытып қоямыз енді. Суыған печеньемізді әсемдеуге кірісейік. Мінекей шоколад пен сары майды микроволновкада ерітіп алдым осылайынан. Енді печеньемізді батырып, үстіне жаңғақты себеміз. Болмаса өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әсемдеуге болады. Повидло орналастырсаңыздар, осылай ортасына құйып шығасыздар. Мен шоколадты құя салдым. Мінекей осындай әдемі көрнекті печенье болып шығады. Мінекей біздің печеньеларымыз дайын. Шайларыңыз тәтті болсын. Қолдап, комментарий жазып, подписаться етуді ұмытпаңыздар.